Жамбыл облысы, Меркі ауданы, нөмірі 5-ші Ағарал жалпы орта білім беретін мектеп гимназиясының математика пәнінің мұғалімі Ашырбаева Бағила Молдабайқызы. 5-ші сыныпта ондық бөлшектерге амалдар қолдану тарауында ондық бөлшектерді бөлу 100-ге, 1000-ға, 10.000-ға және 0,1-ге, 0,1-ге, 0,1-ге көбейту және бөлу тақырыбын ұсынамын. Оқу бағдарламасына сәйкес оқыту мақсаттары. Ондық бөлшектерді бөлуді меңгереді, нөлдердің санына қарай үтірді жылжыта алады. Сабақтың мақсаты ондық бөлшектерді бөлуді меңгеру, нөлдердің санына қарай үтірді оңға және солға қарай жылжытып, ондық бөлшектерді орындау. Құндылықтарды дарыту, бір-біріне құрмет көрсету, прагматизм, ұлттық байлығымызды нақты білу, оны үнемді пайдалану. Бағалау критерийі. Оқушылар осы тақырып бойынша ережелерді біледі, ондық бөлшектерді бөлу барысында үтірге мән береді. Алдыңғы білім, ондық бөлшектерді натурал санға бөлу. Сабақтың басы. Психологиялық ахуал қалыптастыру. Алдыңғы білімді еске түсіру. Миға шабуыл әдісі. Дарын онлайн платформасынан тест тапсырмаларын орындау. Қайталау сұрақтары. Өткен сабақты қайталау. Ондық бөлшек дегеніміз не? Білім алушылар ондық бөлшектің бөлшек бөлігінің цифрлары ондық таңбалары деп айтады. Есептеулер беріледі. Бірінші және екінші тапсырма. 9,127-ні 100-ге бөлеміз. Бағандап бөлмей, үтірді солға және оңға қарай жылжыту арқылы бірден жауабын жазады. 0,10 927. Екінші тапсырма 12,134-ті 10-ға бөлеміз. 1,10 234 шығады екен. Үтірі бар сандар қалай аталады? Үтірі бар сандар ондық бөлшек деп аталады. Жай бөлшекті ондық бөлшек түрінде жазу, білім алушылар жай бөлшекті 100-ден 4 және оны ондық бөлшекке алмастырғанда 0,104 екенін жазады. Ондық бөлшекке бөлу ережесін айту. Бөлгіште неше ондық таңба болса, бөлінгіш пен бөлгіштегі үтірлерді оңға сонша цифр аттап көшіру керек екендігін білім алушылар айтады. Қалыптастырушы бағалау, балдық жүйе. Сабақтың ортасы. Ұжымдық жұмыс, пікірлер алаңы әдісі. Бірінші тапсырма. Ондық бөлшектерді сәйкестендіру. Сәйкестендіру тапсырмалар беріледі. Бірінші және екінші, үшінші тапсырма. 2,3-ті бөлеміз 10-ға. Бұл жерде білім алушылар 0,123 екенін тауып, белгілеп сәйкестендіреді. Екінші тапсырма 0,158-ді бөлеміз 10-ға, 0,1058. Үтірді жылжыту арқылы бірден жауабын сәйкестендіреді. 7,3-ті бөлеміз 10-ға, 0,173. Екінші тапсырма, бұл жерде 0,139-ді көбейтеміз 10-ға. Үтір жылжыту арқылы бірден 39 екенін табады. Дескриптор. Ондық бөлшектерді бөледі, жауабын тауып сәйкестендіреді. Құндылықтарды дарыту, прагматизм, табиғи байлығымызды нақты білу, оны үнемді пайдалану. Қалыптастырушы бағалау, от шашу, өзін-өзі бағалау. Екінші тапсырма, өзіндік жұмыс, лездеме әдісі. Теңдеуді шешу. Екі тапсырма беріледі. 0,100-ден 1, x тең 4,100-ден 41. X тең 4,100-ден 41-ді көбейту болған жағдайда бөлуге алмастырамыз. 0,100-ден 1-ге. X-ті табу үшін бөлімінің жауабын жазып 441 екенін табады. Екінші тапсырмада дәл осылай. Дескриптор. Теңдеуді шешу жолын біледі, белгісіз санды табады, 3 минут уақыт беріледі. Қалыптастырушы бағалау, смайликтер, өзара бағалау. Үшінші тапсырма жұптық жұмыс, ойлан, жұптас әдісі. Үш тапсырма беріледі. Бұл жерде жақшалармен өрнектер беріледі. Бірінші жақшаның шын орындап білім алушылар оны 0,100-ден 1-ге бөліп жауабын табады. Дескриптор амалдарды орындайды, жақшаларды орындап шыққан санды ондық бөлшекке бөледі. Қалыптастырушы бағалау, үш шапалақ, өзара бағалау. Сергіту сәті. Төртінші есеп, ұжымдық жұмыс. Мәтін есеп берілді. 2 салт атты бір уақытта А пунктінен бір бағытта жолға шықты. Біріншісі 24 км сағат, ал екіншісі 29 км сағат жылдамдықпен жүрді. 2 сағаттан кейін екеуінің арақашықтығы қанша болады?
Білім алушылар шартын құрып, есептің жауабын жазады. Дескриптор есептің шартын қысқаша құрайды, шешуіне тиісті өрнек құрайды, жауабын жазады. Қалыптастырушы бағалау, бағдарша. Сабақтың соңы. Саралау тапсырмалары, жетістік баспалдағы әдісі. Бірінші тапсырма беріледі, амалдарды орындау. Бұл жерде де жақшаның ішін орындап, 0,1-ге бөліп, 51 екенін тауып, оны 0,1-ге бөлгенде 51. Бұл жерде де үтір жылжыту арқылы бірден жауабын жазуға болады. 7,13 қосамыз 9,25, шыққан санымыз 16,38-ді бөлеміз 0,1. Жауабын жазып белгілейді. Екінші тапсырма есепті шығар. Бұл жерде де мәтін есеп берілді. Қарбыз егілген жер телімінің ауданы 62,35 метр квадрат. Қауын егілген жер телімінің ауданы 25 метр квадрат. Қарбыз егілген жер телімінің, қауын егілген жер телімінің ауданы неше есеге артық? Шешуі 62,35 метр квадратты бөлеміз 25 метр квадратқа, жауабы 2,494 метр квадрат. Жауабын тауып белгілейді. Дескриптор есептің шартын қысқаша құрады, шешуін табады, жауабын тауып белгілейді. Қалыптастырушы бағалау, жалауша. Бағалау критерийі амалдарды орындайды, шыққан санды ондық бөлшекке бөледі, үтірге мән береді. Кері байланыс, ақылды үкілер әдісі. Бұл жерде 1-39%-ға дейін 2-4 балмен бағаланады. 40%-дан 84%-ға дейін 5 пен 7 бал арасында, 85 пен 100% арасы 8 пен 10 бал арасында. Түсінбедім, сұрағым бар, түсіндім. Кері байланыс білім алушылар береді. Сабағымыздың соңы. Назарларыңызға рахмет.